Осындай атақ ұят болып есептелгенімен, бірақ қазақтан шыққан тұңғыш ересектерге арналған киноға түскен актер әйел Люси Ливон лақабымен танымал болған Алтынай Тұрғанбаева деген келіншегіміз екен. Өзі Талдықорған қаласының тумасы, 1986 жылдың 30 мамырында туылған екен. Америкаға қашан, қалай және не үшін көшіп барғандығы туралы ақпарат белгісіз. Бірақ ересектерге арналған фильмдерге 2011 жылдан бастап түсе бастаған. Осыншама әрекетпен айналысқаннан қарғысы өтіп кеткен бе? Әйтеуір Америкадағы қызымыз қатерлі ісік ауруына шалдығады. Ауру асқынып, ем көмек бермей, 2013 жылдың 26 қаңтарында Хьюстонда 4 дәрежелі қатерлі ісіктен көз жұмыпты. Қазір тірі болса, бұл кісі 37-де болар еді. Алтынайдың жолын қуып, тіпті оның тұңғыш деген атағын иемденген тағы бір ұятсыз фильмдерге түсетін қазақ қызы бар екен. Карима Ерманова қазір ақшта тұрады. Жасы 26-да екен. Лос-Анджелестің ересектер киносы индустриясында Сакура деген лақабатпен танымал. Өзі ұятсыз фильмге 18 жасынан бастап түсіпті. Өзінің ақштағы өмірі туралы Карима желіде былай деп жазады. Ересектер фильмдері индустрияда қыздарға қарағанда еркектер өте аз. Сондықтан әр фильмде бір жігітпен жүреміз. Демек, менің де жігітім көп болған жоқ. Егер 10 видеоға түстім десем, онда менің 5 партнерім болды деген сөз. Одан аз болмаса. Лақап есімді әр актриса өзі таңдайды. Кейде режиссер қойып береді оны. Ал мен алғаш мұнда келгенде өзіме ат қою ойыма келген жоқ. Оны маған бір продюсер айтты. Мен келісе салдым. Содан кейін барып карьера туралы ойлай бастадым. Лақап атымды өзгертсем деген ой кейін келді. Шынымен айтайын, бұл салаға келгенге дейін еркектер мен жыныстық қатынас туралы тым үстірт шолақ жеңіл ойлайтынмын. Ал қазір 10 рет кездескен соң еркекпен өлсем жатпаймын. Мүмкін ол ауру шығар. Осы жұмыс кезінде өмірімде 2 жігіт болды. Екеуі де менің істеп жүргенімді жұмысы деп қабылдап, оған наразылық білдірмеді. Ал Қазақстанға оралу ойымда жоқ. Осындағы өмір жақсы, оның үстіне ата-анаммен қарым-қатынасым дұрыс емес, деп жазды қыз Instagram желісіндегі Есіл Медиа парақшасында.